Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге сосиск тесте дайындаймыз. Ол үшін жылы сүт және бір ас қасық дрож, бір чай қасық тұз, бір ас қасық қант және 50 грамм сары май, ерітілген 2 жұмыртқа қосылады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз қолменен, немесе венчикпен араластырсаңыздар да болады әрине. Енді осыған керегінше ұнды ситадан өткізіп саламыз. Және өте жұп-жұмсақ тесті илейміз. Ол тестінің жұмсақтығы сондай қолға жабысып тұратындай тесті болу керек. Видеодағыдай илейсіздер. Бұл тесті аздап қолға жабысып тұрса, ештеңе етпейді. Сол кезде ғана сіздердің сосиск тестелеріңіз өте жұмсақ болып піседі. Енді бетін салафанменен жауып, қол орамалменен жауып қоямыз. 1 сағатқа қойып қоямыз. Бір сағаттан кейін тестімізді алып, уже ары қарай ұнменен жұмыс жасаймыз. Бұл тесті ұнмен жұмыс жасап бастағанда қолға жабыспайды. Және сосискалардың сыртын тазалап, осы уақытта дайындап қоямыз. Қамырларды бөліктерге бөлеп, және қамырды қолымызбен созып, домалатып отырып созамыз. Өте ыңғайлы жұмыс жасауға жақсы қамыр. Және сосисканы орап, противеннің бетіне пергамент қағазын төсеп, сосискілерді орналастырамыз. Өте әдемі пішінде көтеріліп, дәмді болып шығады. Барлық сосискілерді жасап болып, бетін 10-15 минутқа қол орамалмен жауып, шамалы көтерілгенше қойып қоямыз. Комнатный температурада. 15 минут қойғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, кунжут немесе мак сепсеңіздер болады. Және ештеңе сеппесеңіздер де жақсы болады. 180 градуста қызып тұрған пешке 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді бұл жерде өздеріңіздің пештеріңізге қарай. Градусын қоясыздар. Пеш міндетті түрде қызып тұру керек. Ас болсын, жасап көріңіздер, балаларыңызды қуантыңыздар, еш өкінбейсіздер.